Сәлем баршаңызға, мен Гүлфия Абайқызы, балаларды ерте жастан дамыту маманы, педагог-психолог. 1 жастағы ұлымды, Мансұрды қалай ойнатамын, қандай ойыншықтар беремін, ол ойыншықтар нені дамытады, сол туралы видео болады. Біздің ойыншықтарымыздың бір 5-10% шығар, енді бүгін көрсететін, оның барлығын көрсетіп, мына жерде тауысу мүмкін емес. Сондықтан мен бөліп-бөліп көрсететін боламын. Қазіргі таңдағы осы менің подборкамның ішіндегі топ бірінші орындағы ойыншық, ол осындай керемет сортыр, многофункциональный. Осындай қорапша, мына жерінде ілгіші бар, былай ашылады. Осындай әртүрлі вкладыштары бар. Бұл ұсақ қол моторикасын, қол-көз координациясын дамытады, баланың ойлау қабілетін дамытады, жолға да алып жүруге өте ыңғайлы. Түрлі түсті осындай. Мына жеріне былай салынады. Ішіне салатын осындай таяқшалар бар. Яғни бала осыған таяқшаларды салады. Бұл мына жағынан шығады, оны алады, кері салады деген сияқты. Енді балаңыз ертең өсіп кеткеннен кейін, уже түстерді үйренетін кезде бұның сәйкестендіріп салады. Яғни фиолетовыйды фиолетовый тетікшенің ішіне салады, қызылды қызылға салады деген сияқты. Жаңа ішіне салатын заттардың барлығын қатар берген кезде, бала соның ішінен, барлығының ішінен именно осыған келетін фигурканы таңдап салады. Ол да баланың ойлау қабілетіне өте күшті. Бірінші уровень, ол мынандай шеңбер. Үлкен шеңберді осы жерге саламыз. Ішінде 2 добы бар. Сол бала допты мына жерге салады. И мынау домалап шығады. Бала салады, бұл мына жақтан домалап шығады. Яғни бұл да өте қызықты балаға. Бұл моторлы жоспарлау, моторное планирование арналған. Яғни бір әрекетті істеу арқылы осындай бала нәтиже көріп жатыр. Яғни бала ойлайды, мына жерден осының домалап шыққанын қызықтау үшін ол тағы да салады, және де оның қол-көз координациясы дамиды. Осы шеңбердің ішіне дәлдеп түсудің өзі балаға өте қызық. Кішкентай сәбіздері бар. Мінекей осылай оның ішіне бәрін салады. Бұл төменге түспейді, осылай тіреліп тұрады. Бізде осындай түрлі түсті помпончиктар бар, жұмсақ. Бұл бір жағынан қол-көз координациясын дамытса, бір жағынан бұл тактильді сезімдерінде оятады. Яғни осындай тетікшелерге мынандай помпончиктарды да өткізуге болады. Ол да бір жағынан қол-көз координациясын, тактильді сезімдерді барлығын қатарынан дамытып отыруға болады. Өте керемет. Одан 4-шісі осындай вкладыш, бұл жетончиктарды салу. Бұл енді кішкене қиындау, бала үшін қиындау. Бірақ 36 айдан басталатын ойыншық, бірақ 1 жастағы балаларға смело қолдана беруге болады. Мынаны жасай алмай жатса, ол ештеңе емес. Баланың бұны 1 жасында жасай алмауы орынды. Бірақ көрсетіп бірге жасасаңыз, бала ептілігін оятып, бірге жасауды да үйренеді. Мысалға, мынаны мен сіздерге айтайын. Былай қойып берсеңіз, бала қолын әкеліп, жаңа ауыстырып, былайынан салу балаға қиын. Мысалы, сіз оған осылай берсеңіз, бала әкеліп былай салу мүмкін, оған қиын. Сондықтан сіз баланың икемділігіне қарай бүйтіп қисайтып бересіз. Өте жақсы ойын, баланы ұзақ уақыт өзі отырып ойнауына өте күшті көмектесетін құрылғы. Алуға кеңес беремін. Келесі осындай ойыншық. Бұл өте керемет, тоже қол-көз координациясын дамытады, моторное планирование, мынаны әкеп дәлдеп, мынаның үстінен ұру. Көрдіңіз бе? Домалап астына жиналады, және оны астынан алып, кері үстіне әкеліп қою да бұл нағыз ойлауды қажет ететін күшті ойыншық. Бұл алдағы уақытта түстерді үйренуге болады, өзінің алып салуына қолдың икемділігін, қолдың ептілігін үйретеді. Егер балаңыз бұнымен ұрып түсіре алмайтын болса, қолмен басуға да болады, қолмен ұруға да болады, және осындай нәрсемен де ұруға болады. Және де қарап отырсаңыз, бұл жерде доптар шумящий ойыншықтар баланың есту жүйесіне де дамытуға көмектеседі. Және есту жүйесін не үшін дамытамыз, оның қандай пайдасы бар туралы менің алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар болады. Соның ішінде толығырақ айттым. Бір жағынан бұл көзмен допты қуалай жүру арқылы глазодвигательный упражнение, көру жүйесін дамытады. Сенсорлық тұрғыда есту жүйесін, көру жүйесін және хватательный рефлексті, қол икемділігін, моторное планирование, ойлау қабілетіне пайдалы күшті ойыншық. Сыйлыққа берсеңіз де, өзіңіз балаңызды дамытуға алсаңыз да
керемет ойыншықтардың бірі. Біздің баламыз осымен өте жақсы ойнайды. Және Содан де кейін осындай кубик бәрінде бар шығар. Мына жерде бәрінің резинкалары әртүрлі қалыпта байланған. Ең оңайы осы жерде простой міне бір линия, оның ішінен алып шығу. Негізі бұның ішіндегі өзінің доптары басқаша барлығы ілініп қалады, шеті шошайып бірдеңелері бар. Ол балаға алып салуға ыңғайсыз. Сондықтан осындай сияқты гладкий доптарды ішіне салу арқылы соны алып шығуды үйретсеңіздер болады. Мынаның әрқайсысына қолды басқаша салу керек. Мінекей, ол да өте күшті. Кейін сәл өскесін 2,5-3 жастарында мына жерге арнайы балаларды ойнауға арналған, қолы қысып қалмайтын, қатты ауыртпайтын прищипкаларды қысып қою арқылы сондай нәрселерді ойнатсаңыздар болады. Және де прищипкаларға түрлі пішіндер үйретіп жасаңыз. Пішіндерді, түстер үйретіп жатсаңыз, түстерді бояп қойып, немесе қызыл, жасыл түстердің наклейкасын жапсырып қойып, сөйтіп қызылды ал, жасылды ал, немесе оранжевыға оранжевый прищепканы қыстыр, жасылға жасыл прищепканы қыстыр деп сондай сияқты қылып ойындарды ойнатуға болады. Пішіндерді тоже прищепкаға жапсырып қойып, 3 бұрышты ал, 4 бұрышты ал деген сияқты тапсырмалар беріп, негізі түрлендіріп ойната беруге болады. Және де осының ішіне түрлі тактильный материалдарды салып қоюға болады. Әртүрлі сеточный ткань, велюровый ткань, тағы да басқа ткань, солардың бәрін суырып алып шығуға берсеңіз, бала түрлі жаңа текстураларды ұстап суырып шығып, бір жағынан тапсырма, бір жағынан сенсорлық тактильді жүйені дамытуға күшті ойын. Сондықтан осындай нәрсемен түрлі ойындар құрастыра беруге алсаңыз болады. Және де менде осындай хватательный рефлекстарды, түстерді үйренуге арналған, пинцетно-щипковый захват дамытуға арналған ойыншық бар. Бұны 6 айдан бастап ойната беруге болады. Бала осыны суырып алады. Бұл ойынмен кейін балаға ұзын қысқа ұғымын беруге болады. Мынау қысқа, мынау ұзын деген сияқты. Одан кейін түстерді үйренуге болады. Одан кейін балаңыз ағылшын тілін үйренгенге ағылшынша да үйренуге болады. Тоже қолдан жасап қойсаңыздар да болады. Арнайы осындай ойыншықтар да сатылады. Содан кейін осындай түрлі башнялар, стаканчиктар. Бұл стаканчиктармен де өте көп ойындар құрастыруға болады. Біріншіден бұны башня ретінде құрастырса болады. Башня ретінде құрастырса болады. Мынандай помпончиктар бар да, көкке көк помпончиктарды жинаймыз. Сарыға сарыны саламыз. Манағы бірінші ойыншықтарымызда бізде осындай таяқшалар бар. Көкке көк таяқшаларды саламыз деген сияқты қылып ойнауға болады. Және де қол-көз координациясын дамыту үшін түрлі балаларға суды бір-біріне құйып ойнатуға болады, песоктарды бір-біріне салып ойнауға болады. Әртүрлі макарон, сыпучий нәрселерді қасықпен алып, осының ішіне салу деген сияқты ойнатуға болады. Бала кішкентай болса, от легкого к сложному ұғымды пайдаланып жасаймыз. Мысалға, мынандай сыпучий нәрселерді бірінші үлкен ыдыстарына салсаңыз, кейін балаңыздың жасы қосылған сайын, 2-3 жасқа барған сайын осындай кішкентай стаканчиктарды қолданасыз. Өйткені осындай кішкентай нәрсеге салу үшін қол-көз координациясының мықтылығы қажет болады. Бұл стаканчиктарға кішкентай түрлі фигуркаларды, түрлі ойыншықтарды, киндердің сияқты кішкентай ойыншықтардың барлығын, мысалы мысық, мысалы менде мына жерде мынандай ойыншықтар бар. Осы жерде итті қоямыз да, итті жауып тастаймыз. Мысықты аламыз да, мысықты жауып тастаймыз. Мысықты қылып қалған стаканды бала ашады. Міне. Балам, ит қайда? Міне, ит. Көк тығылып қалып. Мінекей, осындай сияқты ойындарды түрлендіріп ойната беруге болады. Ойыншықты да көрсеткім келеді. Осындай ағаштан жасалған түрлі түсті фигуркалар, яғни астында көлеңкесі бар балаға бірінші үй жануарларымен таныстыруға. Мынау сиыр му дейді. Сиырды ал, мынау алып, жылу, салу тоже баланың қол икемділігін, хватательный рефлексті дамытады. Күшікті алып берші. Балам, күшік қайда? Күшік, гав-гав, күшікті алып берші. Бала күшікті алып береді. Сиыр му, сиырды алып берші. Бала сиырды алады. Одан кейін мяу, қайсы мысық қайда? Міне.
ит бақа қайда, бақа қайда, бақ дейтін бақа қайда, міне бақаны берші маған, міне. Одан кейін жаңағыдай бөлек мынаны алып стакандармен жауып тастап, сосын бақаны іздеп деген сияқты ойындарды ойнасаңыздар болады. Мынау енді тоже осымен түрлі ойындарды құрастыруға болады. Кейін балаңыз өскен сайын мыналардың бәрін алып тастайсыңыз да, алып тастап, мысық қайда тұрады, қоян қайда тұрады деп, мына көлеңкесі арқылы сәйкестендіруді де үйретесіздер. Одан кейін жалпы алдағы уақытта қалай түрлендіруге болады? Арнайы бір, мысалға, коробкаға саласыз ба, немесе пакетке саласыз ба, әлде бір матерчатый пакеттеріңіз болса, осының ішіне жаңағы сал жібересіз, содан кейін допты сал жібересіз, одан кейін бақаны алып шығып, бақа қайда, бала на ощупь бақаны алып шығу керек, допты алып шығу керек деген сияқты ойындарды ойнап команданы үйретсеңіз болады. Балам, допты алшы, балам, мысықты алшы. Яғни сондай кішкене фигуралар бір-біріне ұқсамау керек, түрлі болу керек. Стаканчик, кесе, одан кейін сәбіз, одан кейін доп сал жібердіңіз, балам, допты алшы. Бала ұстап қарап, допты алып шығады. Немесе қарап отырып та алып шығады. Өйткені бала есту арқылы команданы тыңдап, түсініп, осының ішінен сол сәйкесін затты алып шығу керек. Осылай да ойынды түрлендіре беруге болады. Тағы да бір ойынды айта кетейін. Фольгамен ойын, бірақ фольга жыртылып қалып, бала жеп қоймасын, соны қараңыздар. Әртүрлі кішкентай ұсақ ойыншықтарды фольгаға орап беріп, балаға аш. Балам, не бар ішінде? Неке осындай тактильді заттарды салып қойдым мен ішіне. Бала соны ашуды үйренеді, хватательный рефлекс. Және де ішіндегі заттарды алып шыққаннан кейін атын атасаңыз болады. Жаңағы жан-жануарларды үйреніп жатқан кезде оның барлығын, осының бәрін фольгаға орап тастап, сосын ашып, ішінен не шықты? Ит шықты, ішінен не шықты? Бақа шықты, ура! Неке осындай сияқты ойындарды ойнатсаңыздар болады. Одан кейін мен осындай ойыншық алдым. Біздікі енді Мансұр ұл бала болғаннан кейін, именно мальчиктерге арналған түрлі машиналар. Мынаны полицияны уй деп айтып жүр, полицияны айтады. Біз машинаның бәрін таныстырған кезде сөйтіп түсіндірдік. Одан кораблик бар, кораблик суда буль деп жүзеді деп, соны самолет болды, самолетті де самолет ұшады дедім. Сол самолетті көрген сайын балам деп айтады. Самолетті ұшақ деп айта алмайды, бірақ деп айтады. Міне алдында тіл дамыту бойынша импрессивная речь деп, сол импрессивная речьті бала осылай звукоподражаниемен, осындай ойының дұрыс қалыптасып келе жатқандығын индикаторы осылай көрсетіп отырады. Одан кейін түрлі осындай бизибордтар, немесе осындай ойыншықтарды өте жақсы көремін. Бұл жерде барлық кнопкаларды басқанда дыбысы шығады, мынаны былай жүргізеді, жібін тартады, мына жерден осындай әрекеттерді, мына жердің барлығы ашылады, бұралады, шешіледі. Мен мысалға өткен жол көрсеттім. Наклейкалар, 1 жастан 1+ деп тұр, мінеке. Әртүрлі үйдің жануарлары, мысалы қояндар, соған сәйкесінше ортасында наклейкалары бар. Сол наклейкаларды алып, бала ішіне сәйкес жерге жабыстырады. Қойдың баласы жаңа қозы, тауықтың балапаны, аттың құлыншағы деген сияқты бәрін атап, ішіне жабыстыру. Бір жағынан бала алып, қолмен шұқылап алып, оны кері жабыстырып деген сияқты нәрсе. Біріншіден тіл дамытады, атауларын үйренеді, хватательный рефлексті дамытады, қол икемділігін дамытады, баланың ойын санасын, түсінігін қалыптастырады. Наклейкалармен түрлі ойындарды ойнатуға болады. Осы наклейкаларды алып, өзінің қандай да бір ойыншығына, стакандарға жабыстырып қойсаңыз болады. Бала жабыстырады, алады. Мінеке, мына ойында керемет пинцетно-щипковый захватты дамытуға көмектеседі, ұсақ қол моторикасына, тіл дамытуға және де суретпен сәйкестендіріп ойыншықтардың орнын табуға көмектеседі. Бірден жоғары балаларға Неке осындай ойындар енді қазіргі таңдағы менің бір кішкене ғана қол дамытуға, ойлауға, сөйлеуге көмектесетін осындай ойындарды жинақтап сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер осындай ойындар қызық болатын болса, тағы да мен түсіретін боламын. Пікір қалдырыңыздар парақшама. Егер сіздерге ұнап жатса, келесі тағы да ойыншықтарымыздың бір бөлігімен көрсететін боламын, оқитын кітаптарымызды көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.